Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Мінекей бізде мына қораның ішінде қаздар тұрады. Жем-жер тұр. Бірақ қаздар қазір мұнда емес, ана жақта, үйдің ар жағында. Так, мұнда австралок тұрады. Осында маши тауық бар, бір тауық. Қалғандар австралокпен парод. Так, қазір. Осында адилерді мыналардан қасына қосып жібердім. Жұмыртқа жеп тұр әлі. Жұмыртқа тумайды тұр, бірақ жұмыртқа жейді. Сол себепті осылардың қасына қостым. Бұларға витамин беріп жатырмын. Бұлардың да ішіне бар витамин жеп тұрғанда. Сол себепті бұларды осының ішіне ұстап отырмын. Сөйткімен қосып қойдым. Витамин, ауырып тұрған тауықтардың барлығын осында сақтайып. Жұмыртқа туып тұрған тауықтар да бар. Ішіне жақсы тауықтар, бірақ витамин беріп емдеп жатқан тауықтардың барлығы осында. Так, бізде мұнда порода австралок пен адлер осының ішінде. Так, мұның ішінде австралок бірінші клеткеде. Так, мінекей. Так, бұл жерде 8 тауық, 7 тауық братиш. Осының ішінде тұратын суы, жемі тұр. Әлі ішіне қонақтайтын дұрыс жасалған жоқ. Мына жер сеткі болады, әлі сеткі жасалған жоқ. Так, мына екінші клетка. Мына үшінші клетка есігі. Адлер постоянно үлкен қораға тап болады. Так, мына бірінші клетканікі. Мына ағаш тұр. Мына ағаш, мына жерден бүйтіп сеткі болады ұзын. Қысқа дейін оны жасаймыз. Қысқа дейін мынаның ішіне мына. Мына жерге домашний ананың ішіне тұрған тауықтар осының ішіне сияды. Соларға арнайы бөлейін деп жатыр. Осының ар жағы уже, мынадан арғы уже адлер тұрады. Адлер тауықтарымыз туып жатыр. Бұларда тоже 7 тауық братиш. Так, сосын қаздарға кебек алдық. Так, біздің витаминдер тауықтарға беретін, тоғызатын жеміміз бар. Бұлай витаминдер бар, суға араласатын. Мынаның ішінде бидай полный дейін. Мына жекеден ғой, 3 қапшық бидай. Так, осындай жаңалықтар болып жатыр бізде қазір. Жәнеге қаздарды көрсетейін. Қаздар сатылады. Балапандарын барлығын саттық. Өздеріңіз білесіздер. Қазір. Мінекей. Бұлар жұмыртқа туып тұр. Так, осындай жаңалықтар болып жатыр. Менде мұнда бір австралок әтеш па, 2 австралок әтеш қой. Біреуі Хокинг сияқты болып кеткен. Бойы өспей қалған ба, білмеймін, не болып болған. Қасындағы әтештердің әнді тауықтар. Бірақ именно сол әтештің бойы өспей қалған. Ол ана әтеш. Ана әтештің бойы өспей қалған. Бірақ австралок бар оды. Мынау да тоже австралок. Осы екі әтештің, мына әтешті или ана әтешті екеуін сату керек. Екеуі тауыққа қарап тұр. Бірақ мынау адамға шауады. Сосын ана үшеуі де австралок тауығы. Мына тауық ауырып тұр кішкене. Тырнақтары жоқ, аяқтары, саусақтар. Мынаны қосып жүрген екеуі мынаған таласып жүр. Анаған да витамин беріп attım. Кішкене жазылсын деп жоқ болған. Осындай жағдайлар болып жатыр. Так, мына домашний тауық қытақандай болып қалған, өзіңіз көріп тұрсыздар ғой. Бұл манағыдай әтеш ауыстырмағанның кесірінен осындай қытақандай болып қалады тауықтарыңыз. Сол себепті әтештің қанын ауыстырып тұру керек. Өзінің әтешін өздерін салып жүрген ғой, короче.
қандай болып қалған, сол себепті ауыстырып тұрыңыздар әтешті міндетті түрде. Үй ремонтталып отыр, ағаштар әлі тұр, алынған жоқ. Все, жақсы, сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.